Алтын Орда басында моңғол, кейінірек түркіленген 1240 жылдары Русь князьдері жауланып алынғаннан кейін моңғол империясының батыс бөлігінде орнаған хандық. Ол қазіргі Ресей, Украина, Молдова, Қазақстан және Кавказдың жерінде орналасқан. Шарықтау дәуірінде Алтын Орда шығыс Европаның Орал тауларынан Днепр өзенінің оң жақ жағалауына дейінгі жерлерді алып Сібірге терең бойлап еніп жатты. Оңтүстігінде Орданың жері Қара теңізбен, Кавказ тауларымен және моңғол Хулагу мемлекетінің қол астындағы Персиямен шектесіп жатты. Алтын Орданың астанасы Сарай-Бату, ал кейінірек Сарай-Берке қаласы болды. Түрік деректерінде Батый ханның әскерлері Қыпшақ деп аталса, ал Алтын Орданың халқы татарлар деп аталған. Бүгінде 750 жылдан астам тарихы бар. Сол кездегі Алтын Орданың жер аумағы бүгінгі Қазақстаннан 4 есе үлкен жерді алып жатқан. Қазақстан әлемдік өркениетте өзіндік орын алған ірі мемлекеттердің бірі. Кешегі бастауы Алтын Ордадан басталған. Киелі мекеннің қазіргі таңдағы хал ахуалы бәсекелікке төтеп бере алатын үздік мемлекетке айналуында. Діні мен дәстүрін қатар алып жүрген қазақ елі 21 ғасыр көшбасшысына айналуда. Оның барлығы ерен еңбек пен тарих тоғысуында. Ел үшін ер алдында ауыр міндет жүктелгені қай заманнан болсын келе жатқан ауыр міндет екені барлығымызға анық. Кешегі батырларымыз, Алтын Орда сарбаздары тек Алтын Орданы емес, біздің елімізді қорғады. Біз Талдықорған агротехникалық колледжі, тәуелсіздік тірегім, отан тарихында 30 жыл жобасы аясында өткізіліп отырған Алтын Орда атты челленджі Көксу ауыл шаруашылық колледжіне жолдаймыз.